Көңілдегі сырды көз білдіреді. Еркек сергек ұйықтаса, ырыс бітеді, әйел сергек ұйықтаса, жұмыс бітеді. Өз жұртын күншіл, нағашы жұртын сыншыл, қайын жұртын міншіл келеді. Біз өз ойымыздың көрінісіміз. Ешкімге сөзіңізді бөлуге мүмкіндік бермеңіз. Егер оған рұқсат беретін болсаңыз, өзіңізге деген құрметіңізді жоғалтасыз. Ал сіздің сөзіңізді бөлгісі келген адам шын мәнінде өзін сізден жоғары санап тұр. Құдай адамды жазалаймын десе, оған көбірек ақыл береді. Бақытсыздығымыздың бірден бір себебі өткенді және келешекті тым көп уайымдаймыз. Қазіргі сәтпен өмір сүруге уақытымыз жетпейді. Кім күшті, кім ақылды, кім бай, кім сұлу екендігінің қандай парқы бар? Ең маңызды, сен бақыттысың ба? Мәселе сонда. Ойға келмейтін шешімді қабылдаған адамдар ғана мүмкін емес нәрселерге қол жеткізе алады. Мені өзгелер бақытты етеді деген ойдан арылмайынша, бақытсыз болғанның үстінен бақытсыз бола түсесіз. Әркімнің бақыты өз қолында. Жасап көрген істеріме өкінгенім, батылым жетпей істеп көрмеген істерімнен жақсырақ. Бір істі бастағаныңызда, жетістікке жетпейінше сізді тентектер қатарына қосатындар көп болады. Оған бола өз ісіңізден бас тартпаңыз, себебі ол қалыпты жағдай. Адамдар көбінесе өз азаптарының себептерін басу үшін күресуден гөрі азап шегуді жалғастыруды жөн көреді. Адам бойындағы ең қымбат қабілет бір сөз жеткілікті кезде екінші сөзді пайдаланбау болып табылады. Онда сенде бір ғана жол бар. Ол ешқашан алға қойған мақсаттарына ұмтылмау. Шектен тыс жақсылықты ешкім бағаламайды. Ашуға мінгенінде қалт іске қол ұрма. Керісінше ашуының басылғанын күт. Себебі ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш жіберуі және оны ешқашан артқа қайтара алмауы мүмкін. Егер де сабырсыз болсаң, өмір саған одан да үлкен қиындықтар дайындап қояды. Сабыр үлкен ғажайыптар көрсету қабілетіне ие. Адамдарға қанша жақсылық жасасан да, олар тек қана қателерінді есіне сақтап қалады. Раушан гүл неғұрлым әдемі болған сайын, оның тікенегі де ұзара түседі. 3 күн қайыр тілеген адам ешқашан оңалмайды. Ерлі зайыптының ортасына есі кеткен түсер. Тек қана 2 кісі сен жайындағы шындықты біледі. Бірі анам болса, екіншісі дұшпаның. Ең жақсысы үміт қылып, ең жаманына дайын тұр. Өзіңді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көрші. Ендеше, өзгені өзгертуге асығуын қаншалықты дұрыс. Уақыт сенің кім екеніңді көрсетеді, басқа ештеңе емес. Уақыт ең құдіретті күш. Қаншалық күрессен де ол бәрібір өз үкімін жүргізеді. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Әдепсіз бала ауыздықсыз атпен тең. Ақылы бар қария жазып қойған хатпен тең. Өміріңізге қажетті ең жақсы қасиет жамандықты тез арада ұмытып кету. Келеңсіздіктерге жабысып алмай, оны жібере білу. Ренішпен өмір сүрмеу, тек қана жақсылыққа үміттену. Шын бейнеңді көрсетіп, ашық болғаннан адамдығын жоғалмайды. Бақыт дегеніміз жанында сені түсінетін адамдардың болуы. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.